Алейкум жігіттер. Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жігіттер, анау жоғары жақтағы екі видеоның қайсысын айтқан анық болмағаннан кейін айтылған сөз ғой. Негізі қазір мынау Қытайдағы мәселені жалпы етті біліп оқып отырсыздар ғой. Әсіресе осы топ-топта, WeChat'та, WhatsApp'та жүрген азаматтар біледі деп ойлаймын. Енді сонда 3 миллиондай қазақтың басына төніп тұрған бұл енді баяғы сталиндік режимнің 37-ші жылдағы 38-ші жылдағы торғы осындай болып тұр ғой. Мынау Россияда мынау қызыл өкімет нені істесе, Қытай халық коммунистік партиясы да айнытпай соны айландырып бәлен жылдан кейін әкеп отырған ғой. Бұл сол енді келді бұларға. Ал енді бұл Қытайлар негізінде ұсақ ұлттардың бәрін жойып болған, осы бір аз ғана қалған. Мысалы қазақ, ұйғыр, мынау тибеттер, заңзу дейді ғой. Соның бойын мына аз бір уыс қырғыз, Шынжаңдағы жақсы шығыс Түркістан деп атаймыз ғой бұрын, сол жердегі. Енді негізі ар жағындағы түнгендер, енді оны аты түнген деген ұлт бөген, мынау қансы Қытай ғой. Тілі қытайша, жазуы қытайша, өң қытайша, жүріс-тұрысы қытайша, тек қана мұсылман дініндегі оның мінез құлқы бәрі Қытай сол. Арамзалығы дегендей. Сосын ол аты мұсылман болғанмен, ол бізге сөйтіп қойғанмен бүйрегі сол Қытайға бұрып тұратын халық. Қазірде мынау Қазақстандағы тұңғандарды, тұңған диаспорасын Қытайға апарып оқытып, қайта марапаттап, қатты әрекет жасап отыр Қытайлар. Ол жерге барғанда олар ой біз жиенбіз, туысқанбыз деп шыға келеді. Ал түрікменен үш қайнақ сорпасы қосылмай қалады. Енді мен бұл жерде ұлтты жамандағанда болып қалдым. Мен шындықты айтуға тура келіп тұрды. Біз өйткені кімнің жау, кімнің дос, не істеуіміз керек, кіммен сөзсіз бірігуіміз керек екендігін анық айқындауымыз керек болып тұр қазіргі жағдайда. Қытай осыған дейін жою керек еді, бізді жойып тастайтын еді. Бірақ ол Советтер одағынан қорықты да. Советтер одағынан дүниежүзі қорқып тұрғанда ол Шынжаңға тұмсығын тыға алмады. Ұсақ ұлттарды әлпештеп тұрды. Ой, бұларға тиісуге болмайды деп ерекше саясат қолданып, кеңшілік жасау, көмектесу керек десең, маудың кезінде егер ұсақ ұлттардың қызына әрқандай бір таза Қытай тиісіп қойса, егер оны әйелдікке алам десе, оны соттауға дейін барған. Көрдіңіз ба? Бұның барлығы уақытылы сол. Өйткені Совет одағы басып кірсе, мыналар соған бірігіп кетеді. Содан кейін бұларға тиіссек, аналар әрен тұр деген ниет болды да, шамасына қарады. Ал енді қазір керісінше көрдің бе, Советтер одағы дырады, орыстың жағдайын біліп тұр, экономикалық жақтан құлдырап тұр. Бөлініп, әзір бәріміз бөлек болып кеттік те, бір-бірімізге аса бағынғымыз келмейді. Басымыздың бірігіп кете ме деп, бұлар тағы 13 жыл күтті бізді. Бұл орыс деген мықты халық қайтадан басы бірігіп кетуі мүмкін бір күнде. Байқайық деп тағы да күтті. Қараса 20 жыл өтті, 20 неше жыл өтті. Барған сайын арасы алшақтап барады. Соның оны орыстың қайта біріктіру мүмкіншілігі жоқ, есептеді олар. Экономикалық жақтан құлдырады, саяси жақтан қалқырады, бедел түсіп барады. Соның кейін өзі құрып барады жансан. Сондықтан енді орыстан қауіп жоқ бізге. Мына ұсақ ұлттар, яғни мына түркінің балалары Орта Азиядағы ана Түркиямен бірігіп күшейіп кетпесін, осының алдын алып құрту керек. Бәлен жылдың алдындағы жоспарды жүзеге асыру керек. Дереу қатал қатал осындай саясатқа, нацистікке барған осы. Егер ол Қазақстан мемлекетін, яғни қасындағы іргелесіп жатқан көршіні елдер құрметтеген жағдайда, бұл саясатты бұрынғыдай жымсыма саясат жүргізетін еді, бұндай бірден қаталдыққа бармайтын еді. Соның бәрінің есебін соққаннан кейін болып жатқан нәтиже. Қазір енді қазақтың, ұйғырдың қыздарын зорлықпен Қытайларға қосып жатыр. Оны үйден көріп жатырсыздар. Әл қыздар, бейшара қыздарды қосып қатындыққа беріп жатыр. Бұлай көнгенін марапаттап, үй беріп, күй беріп, туған баласын марапаттап, өзін сөйтіп жатыр. Көнбегенін зорлықпен қосып жатыр. Ал енді әсіресе ұйғыр халқын мынау оңтүстік еркектің бәрін алып кеткен, үйге еркек Қытайлар кіргізіп қойған, еркек Қытайлардан екі қабат болған қыз қатындар арыз айтып барса, бұл жақсы ғой ондай деп оларды марапаттап жатқан. Егер олар көнбеген жағдайда олардың өзін құртып жатқан.
жалпы айтып тауысқысыз осындай өте күшті жағдайда тұр да. Ал енді бұл Қытайдың қабынып тұрған бұл пиғылы ол Шинжаңдағы қазақ пен сол жердегі мұсылманмен бітіп тұрған жоқ бұл. Бірінші соларды жұтып алып, таптап, сол жерде жолын жасап алып, мына батыс Еуропа, батыс Қытай, батыс Еуропа жолы бар ғой. Осы жолды бекер салған жоқ бұлар. Енді осының жолының бәрін тазалап, Еуропаға дейін бару, Еуропаға дейін жаулау. Ол Қытайлар бұрыннан айтатын, дүние жүзінде бір ғана мемлекет болады, болашақта ол Қытай мемлекеті болады. Аспан асты ел деген біз ғана боламыз, дүниенің қожасы. Басқалар бола алмайды деп бұрыннан айтатын. Ол айту бекер шықпайды, көкіректің ар жағында жатқан дүние. Енді Шинжаңды таптап болғаннан кейін бұл Қазақстанға өтіп, әзір өте бастады деуге болады. Қалай өтеді? Қазір бізге ондай зорлық жасамағанмен, біздің мұнай саламызда көп жерді алуы, жерлерді келіп егуі, Қытайлардың келіп қанша ақша десең қорықпай азаматтық алуы, қазақ қыздарын, басқа Қазақстанда ұлттың қыздарын алып некеленіп пәлен балалы болып қозғалмай қоюы, одан кейін тағы да түрлі шарттарды қоюы, жақында ғана Пекинде мысалы екі мемлекет арасында визасыз кіріп шығуды жолға қойсақ деген өтініштер жасап жатыр. Бұның барлығы бағанағы тез арада істемесек кеш қаламыз деген идеядан болып жатыр да. Егер тағы біз 20-30 жылға кешіксек, онда түркілердің басы қосылып кетеді, күшейіп кетеді деген қауіп бар да бұларда. Сондықтан жан-жақтылық қысым көрсетіп жатыр. Ал енді осындай кезде біздің бүтін түркінің балаларының мейлі біз қанша жек көрейік, мейлі жақсы көрейік, басымыз бірікпей болмайтын 100% анық нәрсе. Кеше біреулер жүр, біздің Астанада қырғыздар толып кетті, қырғыздар азаматтық алып апты, неге береді, өзбектер істеп жүр, неге кіргізеді деп митинг тірлікті айтып жүр, митинг тірлікті. Шынтуайтына келгенде басыңа күн туса бір-біріңе барасың. Өзбекке барсаң да мұсылман еді ғой деп қайсы де бір шын шай береді. Қырғызға барып қаншама тығылдық бір кездерде. Бұл жерде біз бөлек халықпыз, біз тегінен бөлекпіз, біз мәдениетіміз бөлек деп қанша бұтымызды кергенімізбенен ана Қытай сені бір халық деп қарайды, бұрыннан сөйтіп қарайды, әзір де сөйтіп қарайды. Өйткені сіз қарамайсыз, тілің бір, дінің бір, жүрісің бір, тарихың бір, сен қайтып бөлек боласың, бөлек емессің ешқашанда. Соны анық түсінуіміз керек. Дәл осындай жау жағадан алғанда бір өтектен деп мына бір азғантай сасық қазақтардың 1-2%-ға жетпейтін бір сасық атақ құмар, онан кейін әлгі шала білімді, шала сауатты біреулердің ортаға кіріп алып, от салып бағанағы осы әрекетті әшкерелеп жатқан жігіттерге, қыздарға, яғни азаматтарға барынша қарсы тұрып Қытай жағын қолдап жатқаны бұл енді масқара. Өзі кез келген халық таза емес қой, кез келген ұлт та таза емес. Сол біздің ішімізде де сондай арамнан туған шаталар көп та. Не әкесі жоқ, қыз бен еркекпеген, не басқа бір еркектен туып алған сияқты, не басқа ұлттан келіп сіңген шаталар көп та ішімізде. Не әлгі жеті әкесіне толмай қыз алысып, қаны бұзылған арамзалар көп та. Әлгі айтады ғой, арамза қашқан қой деп, сол сияқты болып тұр ғой. Енді амал жоқ бұған. Олар бәрібір бір күні сол құритын болады. Сол құрғанша алысады олар. Басқа шара жоқ. Ең жақсы осы жерде Бақытжан деген ініміз өте жақсы сөйлейді екен. Осы жігіттер бастап мынау жергілікті өзіміздің местный ағайындарға да осы мәселені терең түсіндіру керек. Терең түсіндіру керек. Сосын біз жан-жақтылы осы өзбек, қырғыз, түркмен, Әзербайжан, Түркия, керексең тәжік, Россия, осы бәріміз қайтадан бір күшке айлануымыз керек. Сонымен бірге әлемдік деңгейде бір тұтастыққа алуымыз керек, келуіміз керек. Онсыз біз Қытайда кеудемізді 1000 жерден тарсылатып тұрсақ та оқ бітіре алмаймыз. Мен соған көзім анық жеткеннен кейін өзім жеке көзқарасымды айтып жатырмын. Ағайындар, артық кем болса кешіріңіздер. Енді қыз балыққа салып асырып айтып жатыр екен демеңіздер. Мен енді мынау 60-қа таяқ баған адаммын. Қытайыңызда 37 жыл жүргенбіз. Онда университетте қызмет істегенбіз. Осында істедік, жалпы ғылыммен келе жатырмыз. Сондықтан өзі сезінге білгенімізді айтып жатырмыз енді. Айып етпеңіздер.